Sabahtan şarşap үйге келдім. Артымнан есікті жаптым. Содан кейін аяқ киімді шештім да сөмкемді жерге лақтыра салдым. Бір кезде қарным ашқанын сездім да кухняға қарай бардым. Ол жақта Эдди Форбс тұр екен. Ол маған иіліп тұрып сәлем берді. Мен түсінбедім. Мен де қарап қалған жоқпын. Амандастым онымен. Ассалаумағалейкум. Содан кейін ары қарай жүре бердім. Тоқта, Эдди Форбс менің үйімде тұрмаушы еді. Қайтадан кухняға барып қарадым. Эдди Форбс жоқ. Дым түсінбедім. Чота бүгін көп сабақ оқып қойған сияқтымын. Сол үшін су ішіп алайыншы. Болды, енді жатып демалып алайын. Ұйықтайын десем дым ұйқым келмей жатыр. Сондықтан бір Free Fire ойнап жіберемін ау деймін. Free Fire'да жаңадан обновление шықты деп естіп жатырмын ғой. Ой, тұрып ойнайыншы, чота ыңғайсыз болып кетті ғой. Атсай. Мен саған тимейттердің бәрін ұр. Free Fire ойнағым келмей кетті. Одан да GTA-мды ойнап отыра берейін. GTA ойнап отырдым, өте қызық ойын болып жатты. Бір мезетте папа келді. Атаңнан әнеттің баласы, нені компьютерді азынан кешкейін отырасың? Сабағымды оқымайсың ба, ертең сабақ қосаған? Туй, папа кішкене ойнап тұрайыншы, кішкене ғана қызық болып отырады. Ой, мейлі, жарайды, кеттім. Болса, атса, жүрсей. Ой, бұна, туй. Папа келе тұрған сияқты. Атаңнан әнеттің баласы, сен нені нақты отырсың олдың да? Сен сабақ оқымайсың, кетші бар, жат бар, ертең сабақ барасың. Сабақ оқысам да шықпайды, оқымасам да шықпайды. Free Fire'дан бір-екі катка жібермесем ұйықтамас алында. Давай, атсай. Атаңнан әнеттің баласы, әлі ұйықтамаған ба? Жатсайшы. Қысқасын айтқанда Free Fire ойнадым.